Балалар, бізде қазір математика сабағы. Сабақтың тақырыбы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Сабақтың мақсаты 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Балалар, біз осы уақытқа дейін разрядтан аттамай жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін білетін болсақ, бүгін балалар разрядтан бір рет аттау арқылы жазбаша көбейту мен бөлумен танысады екенбіз. Яғни балалар, оқулықтарының 71-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. 23 санын 4-ке көбейту керек. Бірінші көбейткіш 23, екінші көбейткіш 4, яғни бірліктерден бастап не істейміз? Көбейтеміз. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12, 1 ондық, 2 бірлік, 12 саны разрядты қосылғыштар түрінде алсақ. Яғни 1 бірлігін жазамын, 2-ні, ондығын 1-ді есіме сақтаймын. Келесі, ондықпен көбейтем, 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8, ойдағы 1-ді қоссам 9 болады. Яғни бұл өрнек 23-ті 4-ке бөлсем 92 екен. Көбейтуді бөлумен тексеремін. 92-ні бөлу керек 4-ке. Бөлінгіш 92, бөлігіш 4. Яғни балалар, бөлуді жоғары разрядтан, яғни ондықтан бастап бөлемін. 92-ні бөлемін 4-ке, жазып алдым. 9-дан бастап бөледі екем. 9-ды бөлемін 4-ке, жуықтап балалар, шамалап аламыз. Ендеше 9-ды 4-ке бөлсем 2-ден тексеремін. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. 9-дан 8 азайтсам 1. 1-дің қасына балалар 2-ні түсіремін. Енді кезек бірлікке келді. 12-ні бөлу керек 4-ке. Қаншадан болады? Дұрыс айтасыңдар. 3-ден тексеремін. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. 12-ден 12-ні айтсам 0. 92-ні 4-ке бөлсем балалар 23 екен. Тамаша балалар. Балалар, өткенде біз 2 сан түскенде 1 0-ді беремін деген өрнек келген. Біз оны түсінбедік, Енді балалар, бүгін сол өрнектерге қалай 2 сан түскенде 1 0-ді береді екенбіз, соны есімізге сақтайық, түсіндірейін сендерге. 612 санын бөлу керек 3-ке. Яғни жоғарғы разрядым 100-дік болғандықтан 6-дан бастаймын, 6-ны бөлемін 3-ке, 2-ден тексеремін. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, 6-дан 6-ны азайтсам 0. Кезек ондыққа келді, яғни 1, 1-ді түсіремін, 1 жетпейді. Бірлігін түсірем 2, 12, яғни 2 санды бірақ түсіріп едім. 1 0 беремін. Бірлікті де ондықты да түсірдім. Яғни 2-нің қасына 0-ді қоямын. Енді 12 болды. 12-ні 3-ке бөлсем 4-ден. Тексеремін. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. 12-ден 12-ні азайтсам 0. Енді балалар, бөлуді көбейтумен тексеремін. 204-ті көбейту керек 3-ке. Көбейткенде бірлігінен бастап көбейтем, 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. 2-сін жазамын, яғни бірлікті. Ондығы 1-і ойда. 3 пен 0-ді көбейтсем 0, 0-ге 1-ді қоссам 1. Енді 100-дікпен, яғни 2-мен көбейтем. 2, 3, 6, мәні 612 екен. Яғни бұл өрнегім дұрыс екен, балалар. Міне, 2 сан түскенде 1 0-ді беру. Осылай естен шығармайық, ереже дәптерлеріне жазып қойсаңдар болады, балалар. Себебі ұмытып қалуларын мүмкін. Тамаша балалар, ендеше бүгінгі күн атауын жазайық. 22 ақпан. 22 цифрын барлық талаптарға сай жазып шығамыз. Жазып бітсек, оқулықтарыңның 72-ші бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Сендер балалар 3-ші, 4-ші және 5-ші бағаны шығарасыңдар. Өз беттерінше 1-ші бағаны сендерге үлгі ретінде берілген екен. 36-ны көбейту керек 2-ге баған түрінде жазып алдым. Астын сызамын. Яғни бірліктен бастап көбейтем. 2 мен 6-ның көбейтіндісі 12, 2-сі түседі, 1-і ойда.
3 пен 2-нің көбейтіндісі 6, ойдағымен 7, 72 екен. Енді көбейтуді бөлумен тексеремін. 72-ні бөлемін 2-ге. 7-ден беремін. 7-ден бастаймын, е? 10-дықтан, үлкен разрядтан. 7-ні бөлемін 2-ге. 3-ден 3, 2-м 6. 7-ден 1-ді азайтсам, 1, 2-ні түсірем, 12 болды. 12-ні 2-ге бөлсем, 6. Тексеремін. 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12. 12-ден 12-ні азайтсам, 0. 36 екен, яғни бұл өрнегім дұрыс. Енді балалар 84-ті бөлу керек 7-ге. Жоғары разрядым 10-дық болғандықтан 8-ден бастап бөлемін, е? 8-ді бөлу керек 7-ге. 1-ден тексеремін, 1 мен 7-нің көбейтіндісі 7. 8-ден 7-ні азайтсам 1. Енді бірлікті, яғни 4-ті түсірем. 14 болды. 14-ті бөлемін 7-ге. 2-ден 2 мен 7-нің көбейтіндісі 14. 14-тен 14-ті азайтсам 0. Мәні 12 екен. Енді балалар, бөлуді көбейтумен тексеремін. 12-ні көбейтемін 7-ге. Бірлігінен бастап көбейтемін. 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14. Яғни бірлігін 4-ті жазып алам. 10-дықты ойға сақтайым бірлікті. 1-ді 7 мен 1-дің көбейтіндісі 8, 7 ойдағы 1 мен 8. Мәні 84 болды. Бұл өрнегімде дұрыс екен. Е, балалар? Ендеше, екінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 72-ші бетіндегі 5-ші тапсырманың 2-ші және 3-ші бағаны шығарасыңдар. 1-ші баған сендерге өрнек түрінде берілген. Яғни балалар, не істейсіңдер? Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландыра отыра шығарасыңдар. Келістік пе, балалар? Тамаша. Ендеше 3-ші оқу тапсырмасы. Ол оқулықтарыңның 72-ші бетіндегі 6-шы есеп, мәтін есеп екен. Үлгіге назар аударайық, балалар. Мәтін есептің шешуі мен жауабын толық шығарасыңдар. Ал шарты сендерге жазылыптыр, е? Ғарышкерлер ұшу сапарына әрқайсысында 23 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды дейді. Олар барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түбекше ет алынған? Балалар, сорпа қанша екен? 32 түбекшеден 3 қорап екен, е? Ал етім бірнеше, яғни белгісіз екен. Егер дейді 200 түбекше тамақ дайындаған болса, міне 200 түбекше осындай дайындаған болса, ұшу алаңында дейді, ұшуға сапарына қанша түбекше ет алған дейді. Неше сұрақ бар? Дұрыс айтасыңдар. 2 сұрақ бар. Яғни 2 амал арқылы не істейсіңдер? Шығарасыңдар. Е, балалар? Шешу мен жауабын толық жазуға тырысамыз, балалар. Тамаша, балалар. Ендеше сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Үшлеп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті дегендерін, бір сұрақ белгісін, бір леп белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, ал сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.